Сәлем, құрметті көрермендер. Балаңыз ақылды болу үшін, сабақты жақсы оқу үшін не істеу керек деген сияқты сұрақтар көбіңізді мазаласа керек. Мен өзім үйде балаларыма ұсынып жүрген әдістерді сіздерге қазір көрсетпекшімін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Таза ыдысымызға мен кеңдеу ыдыс алдым. Араластыруға оңай болу үшін мейіз, яғни узюм. Осыдан көз мөлшеріменен бірге бір аласыздар. Яғни бір пиала көлемінде алдым узюм, мейізді, және оның үстіне грек жаңғағы. Бұны да жақсылап жуып, кішкене майдалап алдым. Оны араластырып аласыздар. Бұл әрине базарда сатылады, базарда ашық тұрады. Ашық тұрғандықтан оның сыртындағы шаңынан бәрін тазалау керек. Және таза бал болғаны дұрыс. Осыны араластырамыз. Дүкеннен сатып алсаңыздар, оның таза немесе таза емес екенін білмейсіздер. Сондықтан өздеріңіз жақсы балды сатып алып, үйде өздеріңіз жасағандарыңыз абзал. Таза балды анықтау туралы менің каналымда жақсы бір видео бар, соған өтіп көрсеңіздер де болады. Осы жерде міне жаңғақты, мейізді және балды жақсылап араластырып аламыз. Және таңертең аш қарынға балаларға бір ас қасықтан берсеңіздер болады. Сабақты жаңағыдай жақсы оқысын десеңіздер. Қазір көктем мезгілі әлсіреу болып жатыр. Сондықтан бұл дәрумендер балаларға өте қажет. Мына мейіздің құрамында, жаңғақтың құрамында, балдың құрамында өте дәрумендерге бай болғандықтан жегені дұрыс. Қазір көктем болғандықтан балдардың таңертең тұруы қиын, ұйқысы келеді және шаршап жүреді. Сондықтан осы дәруменге бай қоспаны берулеріңізді ұсынамын. Және егерде мен сияқты кейде арасында еріншектігіміз ұстап қалады ғой, сол кезде ерінсеңіздер, поливитаминдер кешені бар аптекада, соны беріңіздер. Болмаса мына сияқты омега беріңіздер. Уже менің балдарым ішіп аяқтап қалды. Омега-3 сапалысын алған дұрыс бұның. Және онымен қоса омега-3-ді бермейтін болсаңыздар, одан бөлек балықты аптасына 1-2 рет балық қуырып, немесе теңіз өнімдерін пайдаланған дұрыс. Балықта грек жаңғағында омега-3 дәрумені көп болғандықтан ол мидың қызметін жақсартады. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.